Кәне мен сізге демонстрация жасайын. Қазір көрінді, иә? Иә, көрінді. Жақсы оқушылар, бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы әлеуметтік желілердің тарихы. Өткен сабақта әлеуметтік желіні пайдаланамын деген тақырыптың жалғасы болып есептеледі, себебі сол мәтінмен жұмыс істейтін боламыз. Оқулықтарыңызды ашып дайын отырыңыздар. Бүгінгі біздің оқу мақсатымыз мәтіндік және графиктік ақпаратты интерпретациялау. Алдымен үй жұмысына жауап беріп жіберейік. Оқушылар, бүгінгі үй тапсырмасы бізде менің әлеуметтік желідегі достарым тақырыбына 80 сөзден кем емес эссе жазу керек болатын. Иә. Жақсы, қазір әркім өз қалауы бойынша бастайық, ешқандай. Және апай үйге 13 тапсырма бердіңіз ғой. Иә, 8-ші және 10-ші тапсырма. 10 мен 11 ма? Жақсы. Алматты қосайық. Үй тапсырмасын кім өз еркімен бастағысы келеді, балалар? Мен Жақсы, Әлия. 13 тапсырма етістіктер, яғни кету. Жедел өткен шақта кетті болады, ал бұрынғы өткен шақта кеткен. Ауыспалы өткен шақта кететін. Одан кейін қосу. Жедел өткен шақта қосты. Бұрынғы өткен шақта қосқан. Ауыспалы өткен шақта қостын. Табу. Жедел өткен шақта тапты. Бұрынғы өткен шақта тапқан. Ауыспалы өткен шақта таптың. Етістіктерден қолдау. Жедел өткен шақта қолдады. Бұрынғы өткен шақта қолдаған. Ауыспалы өткен шақта қолдайтын. Құру етістік. Жедел өткен шақта құрды. Бұрынғы өткен шақта құрған. Ауыспалы өткен шақта құратын. Жақсы. Өте жақсы, дұрыс. Осы тапсырманы тағы да айтайық па, әлде осымен тоқтатайық па? Жауап бергісі келіп отырған оқушы бар ма? Әлде эссеге көше береміз бе? Эссеге көше берейік. Алмат, Аяулым, Малика, камераларыңызды қосыңыздар, мүмкіндіктеріңіз болса. Жақсы, эссеге көше берейік. Әлия, сіз өзіңіз алға жалғастырасыз, иә? Апай, мен қосам екен камераны. Жақсы, Алмат, ендеше осылай микрофоныңызды қосып сабаққа қатысып отырыңыздар. Жарайды, апай. Менің әлеуметтік желідегі достарым 11-ші тапсырма. Әлеуметтік желі қазіргі заманның бір бөлігі. Қартайған жандардан еңбектеген балаға дейін әлеуметтік желіде өз парақшалары бар. Әлеуметтік желіде менің де парақшам бар. Және мен ол жерде достарыммен өзіме қызықты адамдардың өмірін бақылаймын. Негізі әлеуметтік желі өте қолайлы, себебі сенен алыста тұратын достарыңмен, туыстарыңмен, таныстарыңмен сөйлесуге болады. Қазіргі кезде біз әлеуметтік желілер арқылы білімді алудамыз. Оның өзі өте керемет. Сол таныстарымыздың өмірінде не болып жатқанын әлеуметтік желі арқылы білеміз. Жалпы әлеуметтік желінің жақсы жақтары өте көп, және зиян жақтары да жетерлік. Сондықтан таза ауада серуендеп достарымен көріскен дұрыс. Болды. Жақсы, өте жақсы, Әлия. Аяна, сіз жауап бересіз бе эссеге? Жақсы, жауабыңызды күтейік, тыңдайық. Әлеуметтік желідегі достарым аз. Соның бірінде жылдық. Екеуміздің араласып жүргенімізге 2 ай болып қалды. Бірақ екеуміз кездеспегенбіз. Ол Ақтау қаласында тұрады. Оның мінезі өте ақжарқын, ақкөңіл. Танысқанымызға аз уақыт болса да, бір-бірімізді жақсы танып келеміз. Осы жазғы демалыс уақытында жұлдыз Алматыға келуді жоспарлап жүр. Сол кезде кездесеміз деген ойдамыз. Жақсы, Аяна. Бізде басқа оқушыларымыз шығып кетті ма? Айша отырған еді. Малика, сіз жауап беріңізші үй тапсырмасына. Эссеңізді оқыңыз, Аяулым.
Алмат, сізде қалыс қалмаңыз. Кәне Алмат, Малика, аяулым. Оқушылардың қосылымы нашар болып жатыр. Бір кіріп, бір шығып отыр екен. Міне Айша өтінім жіберіп жатыр. Қазір қабылдайық. Ескертіп өтейін, оқушылар, қазір сабағымызға менің университеттегі оқытушым, жетекшім Бақбергенова Роза апайым қатысып отыр. Сіздер өз белсенділіктеріңізді дәлелдеңіздер деп ойлаймын. Айша, сізді қабылдадым. Жақсы, Айша, үй тапсырмасын сұрап жатқан едік, сіз шығып кеттіңіз. Үй тапсырмасына жауап бересіз бе? Иә. 10-ші тапсырма. 10-ші тапсырма ғой, иә? 10-ды да, 11-ді де айтыңыз. Жарайды. 10-ші тапсырма. Етістіктер: кету, жедел өткен шақ, кетті, бұрынғы өткен шақ, кеткен, ауыспалы өткен шақ, кететін. Етістіктер: қосу, жедел өткен шақ, қосты, бұрынғы өткен шақ, қосқан, ауыспалы өткен шақ, қосатын. Етістіктер: табу, жедел өткен шақ, тапты, бұрынғы өткен шақ, тапқан, ауыспалы өткен шақ, табатын. Етістіктер: қолдау, жедел өткен шақ, қолдады, бұрынғы өткен шақ, қолдаған, ауыспалы өткен шақ, қолдайтын. Етістіктер: құру, жедел өткен шақ, құрды, бұрынғы өткен шақ, құрған, ауыспалы өткен шақ, құрайтын. 11-ші тапсырма. Жақсы, ары қарай естіңіз жалғастырыңыз, өте жақсы. 11-ші тапсырма. Менің әлеуметтік желідегі достарым. Қазіргі таңда ғылым дамымаған заманында интернеттен дос табатын болдық. Яғни интернет арқылы дос тауып, сонымен әңгімелесетін болдық. Қазіргі ғасырда интернет дамыған. Яғни сөздің ашық шындығына келетін болса, қазір дос қана емес, қыздар мен ұлдар интернет арқылы танысатын болған. Негізі менің өзімнің ойым желі Айшаның дауысы қатып қалды, мен де ғана қатып қалды ма, барлығыңызда ма? Интернетте ақау болған сияқты Айшада. Жақсы, Назым қосылыпты. Назым, сіз үй тапсырмасына жауап беріңіз. Апай, мен эксеге дайындалдым. Жақсы, Назым, камераңызды қоссаңыз, мүмкіндігіңіз болса. Жарайды. Сұлу жүздеріңізді көрсетіп отырыңыздар бәрімізге. 11-ші тапсырма. Менің әлеуметтік желідегі достарым. Қазіргі ғылым мен техниканың дамыған заманында интернетте әлеуметтік желіде парақшасы жоқ, адам жоқтың қасы шығар. Менің де әлеуметтік желіде өз парақшам бар. Онда менің достарым бар, және де кейбіреулері менің сыныптастарым. Мен де өзімнің парақшамды дамытқым келеді, және де менің достарымның кейбіреулері блогерде болып танылған. Достарымыздың жаңалықтарын қазір осы әлеуметтік желілер арқылы біліп, көріп отырамыз. Менің ойымша, әлеуметтік желіде бос уақытының бәрін өткізбей, тек анда-санда ғана кіріп тұру керек екенін ұқтым. Жақсы, Назым, өте жақсы. Яғни шын өмір мен виртуалды өмірдің аражігін ажырата білейік, әрдайым. Телефонға телміріп, шын өмірдегі болмысты ұмытып кетпейік. Жақсы. Айша қайтадан қосылды. Жақсы, үй тапсырмасына жауап беріп болсаңыздар, мен сіздерге үнемі айтып отырамын, қайталау білімнің анасы деп. Өткен сабақтарымызды қайталап өтейік. Осы 3-ші тоқсан бойынша қайталау жұмыстарын жүргіземіз. 3-ші тоқсанның басынан сіздер етістік пен етістіктің категорияларымен танысып келе жатырсыздар. Енді сіздерге бірінші сұрағымыз: тұйық етістік дегеніміз не? Және оның жұрнағы қандай, қызметі не? Айтып өтсеңіздер. Үндемей отырған бізде Малика. Тұйық етістік. Апай айтсам бола ма? Жақсы, айта беріңіздер. Апай айтсам бола ма? Айша. Тұйық етістік іс-әрекетті білдіргендіктен зат есімше түрленеді, яғни септеледі, мысалы сөйлеуге, айтуынан, және тәуелденеді. Мысалы келуім, келуі, бірақ жүктелмейді екен. Және тұйық етістіктің көптік, яғни тұйық етістікке көптік жалғау жалғанса, одан кейін тәуелдік жалғау жалғанады. Яғни келулеріміз, баруларың, келулері, және де тұйық етістіктің жұрнағы ол у. Бір ғана у жұрнағы бар, иә? Басқа жұрнағы жоқ. Жақсы, яғни тұйық етістік дегеніміз етістіктің, кешіріңіздер, іс-қимылдың атауын білдіреді, иә?
бару, Иә. қайту. Жақсы, келесі есімше туралы не білесіз? Бізге Алмат жауап берсінші. Алмат, сіздің даусыңызды естейік. Алмат. Аяулым мен Малика, сіздер де жауап беріп қосылып отырыңыздар сабаққа. Өкінішке Апай, мен орай айтсам бұл. бола ма? Жауап берейінші. Жақсы, Алия, сіз жауап беріңіз онда. Жарайды, айта бер, Алия. Есімше жалпы сөйлемде ол екі түрлі мағынада да қолдана береді, яғни екі түрлі мәнде, екі түрлі қызметте жүре береді. Ол бірде жүктеліп етістікті қызметін атқарса, бірде түрленіп есімнің қызметін атқарады. Есім сөздер. Мысалға айта кетсек, есім сөздің қызметін атқарады. Мысалы айта кетсек, екеуі де жарысып, тіс жарып сөйлеп жатыр. Яғни бұл жерде, тіс жарып сөйлемейтін. Бұл жерде яғни сөйлемейтін. Жұрнағы қайсы? Жұрнағы қайсы бұл жерде? Тін. Итін. Тін сөйлемейтін, яғни тін. Итін. Итін. Қандай Яғни қызмет? есімшенің жұрнақтары олар ған, ген, қан, кен. Одан кейін екінші жұрнақтары ар, ер, ыр, сы. Үшінші жұрнағы атын, етін, итін, итін. Одан кейін төртінші мақ, мақ-мек, бақ-бек, пақ-бек. Дұрыс. Жақсы. Көсемше қандай қызмет атқарады? Көсемше қанша қызмет атқарады және олар қандай? Жауап берсін бізге Назым. Көсемше де есімше сияқты екі түрлі екі қызметте атқарады екен. Мысалы, біріншісі жүктеліп нақты қимылды білдіретін болса, етістіктің қызметін қолданса, енді бірде қимылдың амалын білдіріп тұрады екен. Ол кезде қандай қызмет атқарады? Қай сөз табының қызметін атқарады ол кезде? Қимылдың амалын білдіреді. Амал білдірген кезде, қандай қызмет атқарады? Үстеу. Үстеу қызметін атқарады, жақсы. Және де ол көсемшенің жұрнақтары. Біріншісі ол а, е, мысалы айта, сөйле, істей деген сияқты. Екіншісі ып, п, айтып, беріп, ойлап. Үшіншісі ғалы, келі, қалы, келі, барғалы, келгелі, айтқалы, кеткелі. Бұл түрі жүктелмейді екен. Жақсы. Жауап берген кезде камераларыңызды қосып отырыңыздар мүмкіндік болса. Жақсы, Назым, жауабыңызға келесі бізде Аяна жауап берсін. Келесі сұрағымызға шақ категориясы қай сөз табына қатысты? Аяна. Ненің шақтары деп айтамыз біз? Апа, мен айтайыншы. Аянаның жауабын тыңдап көрейік. Қай сөз табының шақтары дейміз? Сын есімнің шақтары бар ма? Сын есімнің шақтары жоқ, Аяна. Жақсы, Аянаға көмектесейік, Алия, Айша, Етістіктің шақтары. Етістіктің шақтары болады. Және олар үшке бөлінеді. Осы шақ, өткен шақ және келер шақ. Өткен шақ және келер шақ. Және олардың өздері де бөлінеді екен. Өзара бөлінеді, оны қазір тағы да қайталаймыз. Жақсы, шақ категориясының 3 түрі бар екен. Өткен шақ, осы шақ және келер шақ. Олар біздің іс-әрекеттің болып кеткен, немесе болып жатқан, және келешекте болатын уақыттарын білдіреді. Жақсы, шақ түрлерін қайталап кестені толтырайық. Сіздер айтыңыздар, мен жазып отырайын, Жарайды. Өткен шақтың қандай түрлері бар? Өткен шақ, нақ осы шақ. Өткен шақты айтайық бірінші балалар. Нақ осы шақ, ауыспалы. Өткен шақ және жедел өткен шақ, бұрынғы өткен шақ, ауыспалы өткен шақ болып бөлінеді. Жақсы, бұрынғы және ауыспалы түрлерін айтайық. Осы шақ, ойбай, жаңа біз өткен шақта. Осы шақ, осы шақ дедік, Осы шақ, осы шақтың тағы бір түрі. ауыспалы. Ауыспалы осы шақ, жақсы. Иә. Бір-бірден айтып өтетін боламыз. Келер шақтың түрлерін айтайық. Болжалды.
болжалды, Болжалды келер шақ. келер шақ, Мақсатты келер және шақ. ауыспалы келер шақ. Ауыспалы келер шақ. Үшке Және бөлінеді. ауыспалы. Өте жақсы. Енді бір-бірден қайталап өтейік. Өткен шақтың 3 түрі бар дедік. Жедел өткен шақ, бұрынғы өткен шақ және ауыспалы өткен шақ. Жедел өткен Ауыспалы шақ. өткен шақ болды. Иә. Айтайық, жедел өткен шақ қалай жасалады екен? Мысалдар келтірейік. Түбірі арқылы. Жедел өткен шақ, яғни Етістіктің түбірі арқылы. тез өтіп кеткен шақ ретінде саналады. Иә, Яғни жақын мысалы, арада болып өткен оқиға, иә? Жақын арада. Мысалы, мен 5 минут, Оған мен- Иә, мысалы, жасалу мен 5 жолы. минут бұрын, Кетіп қалды. мен 5 Жақсы. минут бұрын география сабағын оқып біттім. Мысалы, ол тез жедел өткен шақ болып саналады. 5 минут бұрын деген. Жақсы, иә, Жедел жақын өткен арада. шақтың Аха. Иә. Келесі бұрынғы өткен шақты айталайық. Өткен шақ Яғни олар ол бірнеше жыл бұрын немесе бұрын өтіп кеткен нелерді өткен шақ. айтсақ болады. Мысалы, Мен бірнеше ана жыл бұрын кезде домбыраға барып жүргем. Мен бір Немесе жыл бұрын болады. домбыраға қатқан болатынмын. немесе Жақсы. бірнеше жыл бұрын мен қызыл көйлек сатып алған болатынмын. Сатып алған. Болатын. Жақсы. Иә. Ал ауыспалы өткен шақты. Яғни ол бұрында болып кеткен. Ауыспалы өткен шақ өткен ол шақ ол іс-қимылдың өткен шақта, яғни өткен шақтың жедел өткен шағы мен бұрын өткен шағының ортасында жүретін, яғни яғни сол екеуінің ортасы. иә, Осы шақ пен өткен шақтың мысалы, арасы. бірнеше рет қайталанатын. Хабарласатын, келетін. Ол қандай жұрнақтармен жасалады? А, Е, И. Дұрыс, келер көсемшенің А, Е, И жұрнақтарымен жасалады екен. Жақсы, келесі. Осы шаққа назар аударайық. Осы шақ қазіргі болып жатқан, сөйлеп тұрған кезде болып жатқан уақытты білдіреді, иә? Нақ осы шақ және ауыспалы осы шақ деген түрлері бар екен. Нақ осы шақты айтайық. Осы шақ дегеніміз. Ол қазіргі болып жатқан кез. Мысалы, мен қазір отырмын. Қимылды білдіреді. Мысалы, Қазіргі мысалы, мен мысалы- қазір Zoom платформасымен сабақ өтіп жатырмын. Дәл қазір отырмын. Бұл қандай етістіктермен жасалады деп едік? Қалып етістіктері деп айтқан болатынбыз. Естеріңізде болса, Негізгі Аха. қандай Яғни қалып көсемше. етістіктерін айтайықшы? Ып, Ып, п, Қалып ып, етістіктерді айтайық. Қалып етістіктерін. Мен отырмын. Мен қазір сабақ өтіп отырмын. Отыр, тұр, Отыр, жатыр, тұр, жүр. жүр. Жақсы. мысалы, Жатыр. отыр, жатыр Мхм, жерде. жақсы. Келесі ауыспалы осы шақ. Ауыспалы осы шақ. Ауыспалы шақ. А, Е, И тұлғалы. Бұл қандай Мысалы, уақытты білдіреді екен? яғни Жаңағы бағана өткен шақты айтып өткендей, ол да Ауыспалы осы шақ. Дағдылы, Олар- иә, дағдылы орындалып отыратын іс-әрекетті білдіреді. иә, Мен қайталанып барамын. Мен домбыра үйірмесіне барамын. Жаңбыр Барамын. жауады деген сияқты. Жақсы. Келесі келер шақтың түрлерімен танысайық. Қайталайық. Болжалды. мақсатты келер шақ және ауыспалы келер шақ. Жақсы, болжалды келер Болжалды шақ. келер шақ олар. Уже. Мен Болжап айтылатын, яғни Мен жақында оның өзінің биік аты да айтып тұр, яғни баратын болжап шығармын. айтылатын. болжап айтып тұр. Орындалуы Мен мүмкін. мақсатты келер шақты айтсам, мақсатты Болжалды келер шаққа мысал Иә, келтіріп иә. өтейік алдымен. Мысалы, мен жақында биге баратын шығармын. Иә, Жақсы. жоқ. Ол иә. Мүмкін. Болады ғой Мақсатты солай. келер шақ. Иә. Мақсатты келер шақ мен айтсам болады ма? Бұл жерде Иә. мүмкін, бәлкім деген сөздердің көмегі керек болып қалады кей кезде, иә? Иә. мысалы, Соңына бәлкім дейін ертең- аяулым жауап берер. Бұл жерде ер жұрнағы бар. Жақсы, Мысалы, келесі. Жауап берер. Иә. Жақсы, ары қарай. Мақсатты келер шақ. Мақсатты келер шақ. Ол яғни Махмет, Пақбек, Бақбек жұрнағы арқылы жасалынады. Мысалы, мен үйге көп тапсырма бермекпін. Мен Мен бүгін сіздерге сіздерге бүгін үйге көп қиын тапсырма тапсырмалар бермекпін. бермекпін. бұл жерде мек мақсатты ненің жұрнағы болады. Математикада тапсырма шығарамын. Мақсатты шақтың жұрнағы. Жақсы, яғни бұл жерде нақты мақсат көрсетілген жағдайда қолданылады, иә? Енді ауыспалы келер шақты айтайық. Жаңағы ол қайталанып тұратын келер тоқта. Жоқ. Келер ауыспалы келер шақпен ол ауыспалы шақты ауыстырып шатастырмаңыздар Яғни деген. ауыспалы. Келу арқылы жасалады.
ауыспалы келешекте да дағдылық әрекеті байқалады, бірақ бұл жерде нақты болашақты меңзейтін, келешекті меңзейтін сөздер болу керек. Мысалы, біз қала сыртына ағаш отырғызамыз десек, бұл жерде бұл ауыспалы осы шақ. Өйткені бұл дағдылас әрекет. Бұлар жыл сайын отырғызу мүмкін. Ал енді біз көктем оған бір белгілі бір уақыт керек. Көктемде қала сыртына ағаш отырғызамыз десек, бұл жерде көктемде деген сөздің іс-әрекеттің алдағы уақытта болатынын көрсетеді. Өте жақсы оқушылар, осымен өткен тапсырмаларды қайталап алдық. Алдағы уақытта да шақтарды әлі де қайталайтын боламыз. Себебі сіздер шақтармен кешеден бері ғана танысып жатырсыздар. Енді бүгінгі сабағымызға көшейік ары қарай. Сіздерге берілетін бірінші тапсырма бұл жазылым тапсырмасы. 7-ші тапсырма кітаптарыңызда. Мен кітаптағы сөздерді басқа сөздермен ауыстырдым. Себебі бұл мысалдарды кешеде қарап шыққан болатынбыз. Етістіктерді, бұл жерде тапсырмаға сіздерге 5 минут уақыт беріледі. Дәптерлеріңізге жазасыздар. 5 минуттан кейін, қазір 12:23, 12:28-де мен сіздерден сұрайтын боламын. Сөйлемдер құрастыруды ұмытпаңыздар. Жай сөйлемде, құрмалас сөйлемде қолдансаңыздар болады. Тапсырма дескрипторы берілген етістіктерді мақсатты келешекке айналдырып жазасыздар және сөйлемді сауатты құрастырасыздар. Уақыттарыңыз кетті. Апай, Ау, қандай тапсырма? Мен байқамай интернетке байланысты шығып кетіп едім. не қараңыздар, 7-ші тапсырма. Берілген етістіктерді мақсатты келешекке айналдырып сөйлемдер құрау дейді. Мына көрсетілген етістіктерді мақсатты келешекке айналдырыңыздар. Бізде Zoom платформасы уақыттың шектеулігін көрсетіп жатыр, өкінішке орай. Сіздерді түгендеумен біраз уақытымызды өткізіп алдық, Бірақ міндетті түрде ары қарай жалғастыратын боламыз, қайтадан қосылсақ та. Апай, ауыстыра берейік па? Нені ауыстырасыздар? Аяқтап қойдыңыздар ма бәрін? Өткен жылдамдық өте жақсы. Басқа оқушыларды күтіп көрейік біраз. Айша ғой дейме, аяқтадым деп жатқан. Көрсет деген сөзге мақсатты келешекті қолданып сөйлем құрайтын болсам, ертең Әлия өз өнерін көрсетпек. Жақсы. Қазір басқа оқушыларды ары қарай күтіп көрейік. Аяқтап қалған оқушылар болса, міне көрсет айтылды, ары қарай шық. Осы сөзге айта берейікші. Апа, мен ертең сахнаға шықпақпын. Жақсы. Мен ертең сахнаға шықпақпын. Бұл жердегі жұрнағыңыз қайсы? Пақ. Бұл жерде пақ. Мақсатты келешек. Шықпақ. Жақсы. Келесі тап сөзіне Назым, сіз айтыңызшы. Аяқтай алдыңыз ба жұмысыңызды? Аяулым, ұйықтап қалған жоқсыз ба? Сіз үнсізсіз ғой. Алмат, сіз саламатсыздар ма? Оңалар, саламатсың ба? Сабағым бітпей тұрып сөйлесіп алайын деп отырмын. Мына Алия деген қызым сондай ұнап отыр маған. Тіпай көз тимесін. Осы біздің студент болады, осы Алия біздің студент болады өзі. Оңалар? Шақырамыз өзімізге. Сондай. Дұрыс жауап беріп отыр, өзі көрініп отыр, тіпай көз тимесін мамасымен. Мамасы тәрбиелеген ғой, осылай сабақта отыр деп белсенді бол деп. Тамаша. Біздің басқа оқушыларымызда сондай белсенді, өкінішке орай бүгін Айшаның Айшамызда бізде сондай белсенді. Апай, рахмет сізге. Бүгін сізге ары қарай да сабаққа қатыссаңыз, өздерін көрсетуге мүмкіндіктері бар.
Жақсы балалар, Жақсы, уақыт өте аяқталды. Мгм. Апай, Ахмет тап апай, дегенге айта сізге. салсам бола ма? Иә, Айша, айта қойыңыз. Ертең назым сандарды рет-ретімен таппақ. Бұл жерде пақ, мақсатты келер шақ. Нені таппақ дейсіз? Иә. Жұрнаға. Ертең назым сандарды рет-ретімен таппақ. Сандарды таппақ, жақсы. Келесі, жаса. Ертең мен құмнан зәулім сарай жасамақпын. Мақ. Жақсы. Бірсі күні мен корей тілін үйренбек. Бұл жерде бек мақсатты келер шақтың жұрнағы. Жақсы. Аяна, баста сөзіне сіз айтып өтіңіз. Аяна. Апай, мен айтайыншы. Жақсы. Уақытымызды жұмсамай айта берейік. Бұл оқушылармен әлі жұмыс жасаймыз. Мен кешке сабақты бастамақпын. Мақ. Иә, келесі. Қинал. Ертең жарыста барлығымыз қиналмақпыз. Бұл жерде мақ мақсатты келер шақтың жұрнағы. Жақсы. Ертеңгі жарыста біз қиналмақпыз, бірақ та жеңіске жетуге талпынамыз деп сөйлемді кішкене күрделірек құруға да талпыныңыздар алдағы уақытта. Жақсы. Келесі тапсырмамызға. Кім? Назым, иә, айта қойыңыз. Аяна ма? Жақсы, Аяна. Эссе жазбақшы. Сіз кітап бойынша дайындалып жасадыңыз, иә? Жақсы, иә, айта қойыңыз. Нешінші сынып бұл сынып? Жетінші сынып. Мен Алияға қарап кішкентай болғанға 5-ші сынып па деп ойлап қалдым. Енді неше оқушы? Сыныпта 22 оқушы, иә, бізде? 22 оқушы біртіндеп кіреді ғой. Енді осы класты нақтылап алда оңалар. Осы сыныпты үнемі бересің ғой, иә, осы сыныпқа? Иә, 7-ші сыныпына беріп жатыр. Иә, біртіндеп кіреді ғой, оқушылар үйренеді. Анау айтып қою керек, көрініп отырған оқушыға бәрібір балы жоғары болады деп сондай айтып қойсаң, өздері белсенді болып мотивация беру керек та оқушыларға. Жалпы жақсы, рахмет, сабақ өте жақсы. Бірақ қатысып отырған оқушылардың барлығы білімді екен, материалды толық біліп тұр. Мен соған риза болып отырмын. Тек қана анау танымдық мәтіндерге емес, кәдімгі тілдік жасауға, тілдік талдау жасауға, етістіктің шақтары 7-ші сыныпта ғой, өте жақсысыңдар. Рахмет сендерге. Көп рахмет. Сабақта алдағы уақытта да кездесеміз оңалар, иә, жақсы, сау бола ғой. Жақсы, апай, қатысқаныңызға рахмет, сау болыңыз. Рахмет. Сау болыңыз, апай. Алия, жақсы, сау бол. Көріп отырған оқушым болғасын айтып жатырмын. Басқа оқушыларға да сау болыңдар. Рахмет, дауыстарың сондай керемет. Жақсы оқыңдар. Сау болыңыз, апай. Рахмет. Оқушылар, осылай камераларыңызды қосып, белсенді болып отырсаңыздар, барлық мұғалімдердің назарына ілігіп отырасыздар, иә? Алдағы уақытта сіздерге ескерту болсын. Аяна, сіздің сөзіңіз бөлініп кетті, ары қарай жалғастырсаңыз болады сабағыңызды, жауабыңызды. Аяна. Жақсы, ондай болса, келесі тапсырмаға назар аудара берейікші. Екінші тапсырмамызда жазылым тапсырмасы болған, бірақ біз бұны ауызша орындап өтейік, себебі уақытымыз өте тығыз. Бұл сіздердің кітаптарыңызда кеше өздеріңіз оқыған мәтін 106-шы бетте. Бұл жерде 9-шы тапсырманы орындаймыз. Мәтіндегі сөйлем ішіне қойылған тыныс белгілерді теріп жазып, қойылу себептерін түсіндір дейді. Қойылу себептерін түсіндір. Бірінші қарайық, 1970-ші жылдардың арасындағы дефистің қойылу себебі не еді? Қалай қойылшы? Інші деген мағынада қойылады, иә? Бірінші, екінші... Жақсы, келесі ары қарай кете берейік, міне. Әрине дегеннен кейінгі үтірдің қойылу себебі? Айша қайда біздің Айша? Ол не қояды? Алтын ет. Етістікпен не еді? Туй.
қыстырма сөз. Бастауышпен баяндауыштың арасында болады. Одан кейін Иә. болған жоқ, бірақ деген сөздер арасындағы үтірдің қойылу себебі бұл жерде екі жай сөйлемнің арасына қойылатын үтір, иә? Сіздер алдағы уақытта өтесіздер оның бәрін. Жақсы, келесі кезең алғашқы онлайн сервистердің пайда болуы. Бұл жерде жаңа айтып өтті. Бастауыш пен баяндауыш арасына қойылатын сызықша деп. Кім жауап берді? Назым. Жақсы, Назым, өте жақсы, есіңізде қалыпты. Келесі міне 1990 жылдардың деген арасында тағы да дефисіміз бар. Сызықша. Дефис. Иә, дефис. Бұл жаңағы не үшін ғой? Інші деген мағынаны білдіру үшін, иә? Жақсы. Міне ICQ сөзіндегі тырнақшаны айтайық. Тырнақша не үшін болады? Этот не үшін емес пе? Бір нәрсенің атауын жазу үшін қолданылады. Иә, қолданылады. Жақшаларды айтайықшы. Жақша. Біздің видеомыз Бұл жерде екен. Мен қалған сіздер. Міне қараңыздар, мынаны қарап өтейікші балалар. Мен сіздердің келесі тапсырма ретінде кітаптарыңызда бір тапсырма бар ғой. Мынау сіздердің жазғандарыңыз, енді қарайықшы. Әлеуметтік желі. Абай біліп қойды, ана кімдікі екен. Сіздердің өздеріңіздің жазғандарыңыз. Думандікі ғой. Міне мына жерге қарайықшы. Кірейін деген жерде бұл жерде кірейін деп жазылу керек. Кірмей емес, кірмей деп жату керек. Иә? Мына апай деген сөздерден кейін үтір болу керек. Бұл қаратпа сөздер. Мына болама деген жердегі машылау бөлек жазылады. Иә. Міне мына жер нешесі күндікі деп жазылу керек еді. Мен сіздерге барлығымен жұмыс жасауым керек еді. Қазір уақытымыз аяқталып барады. Міне